Бұл Канаданың Мофе атты шағын ауылындағы суық әрі жаңбырлы күн еді. 21 жастағы жігіт көлігін жанармай құюға апармақ болады және жол-жөнекей отбасылық пошта жәшігін тексереді. Жәшікте әкесіне, яғни Уэйн Гривитке арналған бірнеше хат пен сәлемдеме бар екен. Ұлы үйге келе салысымен әкесіне сәлемдемені береді. Әкесі еш ойланбастан сәлемдемені ашады. Ішінде материалды орау мақсатында қолданылған бірнеше бүктелген газет парақтары тұр. Бірақ басты зат ораманың ішіндегі шам және баспа машинкасында жазылған хат еді. Хаттың мазмұнын оқығаннан кейін әкесі диванда отырып шамды қосып көруге тырысады. Солай шамның қосу түймесін басқан сәтте құрылғы автоматты түрде жарылып кетеді. Ұлы әкесі мен анасынан алыс тұрған еді. Анасы екеуі жеңіл жарақаттар алыпты. Ұлы дереу құтқару қызметіне қоңырау шалып, операторға үйде бомба барын және әкесінің жаңа ғана жарылып кеткенін хабарлады. Жедел қызметтер Гривиттердің резиденциясына жеткенде Уэйннің өмірін құтқаруға тым кеш қалды. Ол сол уақытта көз жұмып кеткен екен. 42 жастағы Уэйн Гривит өмірінің көп бөлігінде сусын өндірісінде жұмыс істеген. Ол болашақ жары Дайан мен 15 жасында танысып, Дайан 17-ге келгенде үйленеді. Солай қызы Дэниел және ұлы Джастин өмірге келеді. Қайтыс болар сәтінде Уэйн мен әйелі өздерінің фермерлік жерінде шағын минералды су өндіретін зауыт ашуға дайындалып жүрген еді. Уэйн техникалық маман ретінде жақсы танымал болған, ал оның әйелі логистикамен айналысты. Уэйн Гривитке жіберілген өлімге әкелген сәлемдеме ақ жасыл қаптама қағазға оралған. Ішінде қызыл шарап құтысы сақталған ескі қорап болды. Қораптың жоғарғы бөлігінде тік-төрт бұрышты тесік мұқият кесіліп алынған екен. Тергеушілер мұның штрих-код пен тауардың әмбебап кодын алып тастау үшін жасалған деп болжады. Осылайша шарап қорабын қайдан сатып алғанын іздестіруде қиындық туындайды. Пакетті толтыру үшін бірнеше мыжылған қағаз парақтары пайдаланылған еді. Алайда бір парақ ерекше назар аудартты. Бұл Ламбыр құрылыс орталығының жарнамалық парақшасы. Ол Мофеден шамамен 20 шақырым жерде орналасқан. Мұндай парақшалар тек осы аймақта таратылғандықтан тергеушілер сәлемдеме осы ауданнан жіберілген болуы мүмкін деп болжады. Пошта сәлемдемесінен де орамадан да ДНК іздері табылмады. Алайда орама таспасының астынан 2 тал шаш табылды. Шаштардың түбір қабықшасы болмағандықтан ФБР-дің ДНК талдауындағы көмегіне қарамастан, полиция сол сәтте күдіктінің ДНК-сын сәйкестендіре алмады. Өндірілген жарылғыш құрылғы ретінде Duracell маркалы фонарик қолданылған. Фонариктің ішіне жарылғыш зат, тау жынысының үгінділері және майда шегелер салынған. Бұл жарылыстың қиратқыш әсерін күшейту үшін жасалған. Тергеушілердің айтуынша, барлығы шамамен 700 грамм сынық заттар қолданылған. Фонарикте тау-кен өндірісіне арналған жарылғыш зат қолданылған. Бұл түрдегі жарылғыш әдетте тау жыныстарын жару үшін пайдаланылады. Полиция бұл жарылғыш затты сол уақыттары сатып алуға болатынын хабарлады. Алайда детективтер ол бұл нәрселерді ұрлап алған деп күдіктенеді. Бомба бір батареядан шыққан ұшқын арқылы жарылған. Қалта шамымен бірге сәлемдемеде келесі мазмұндағы хат болды. Құрметті мистер Уэйн Гривит, мен серіктестеріммен бірге жаңа жыл басында Acton Home Products деп аталатын жаңа бизнесті бастағалы жатырмыз. Және біз жабдықтарды қалпына келтіру құнын білуге қатты мүдделіміз. Сіз, мен бірнеше жыл бұрын жұмыс істеген компанияда жұмыс істеген едіңіз. Және сіз мені ұмытып қалсаңыз да, Лиза мен сіздің жеткізушіңіз Джон есіне түсіруі мүмкін.
Біз жаңа жылға дейін ештеңе істемейміз, бірақ сол уақытта жұмысқа кірісуді жоспарлап отырмыз. Әзірге біздің қызметкерлеріміз немесе кеңсеміз жоқ, бірақ сіз бізге төменде көрсетілген жаңа мекенжайымызға пошта арқылы хабарласа аласыз. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет. Сізден жаңа жылдың басында жауап күтемін. Сіздің көшіп кеткеніңізді білмедім. Сізді табу қиын болды. Рождество құтты болсын, және сіз енді ешқашан жаңа фонарь сатып алмайсыз деп үміттенемін. Хатта Уильям Джей Френч есімді адамнан іскерлік ұсыныс келгендей көрсетілген. Хатта аталған екі есім, Лиза мен Джо, марқұм Уэйн Гривитке таныс адамдар. Екеуі де бұрын Уэйнмен бірге бір компанияда жұмыс істеген. Лиза хатшы, ал Джо курьер. Тергеушілердің талдауына сәйкес, хат Смит Корона электр жазу машинкасында басылған. Хатта тергеушілер назар аударған бір аномалия болды. Әрбір нүктеден кейін тік қиғаш сызық қойылған. Хатты әрі қарай талдай отыра ақпараттың бір бөлігі бұрмаланғаны анықталды. Хат еркін әрі достық әуенде жазылған. Автор Уэйнді жақсы білетіндей әсер қалдырды. Алайда Гривиттер отбасында ешкім Уильям Джей Френч есімді адамды білмейтін. Сонымен қатар Acton Home Product деп аталатын компания ешқашан құрылмаған және көрсетілген жұмыс мекенжайы да болмаған. Компанияның пошта индексі Гривиттер фермасынан шамамен 15 шақырым қашықтықтағы ауданды көрсетті. Сонымен қатар хаттағы бір нәрсе қатты үрей туғызды. Постскриптумда автор Уэйн фонарды қосқан кезде не болатынын дәл білгені анық айтылған, яғни ол оны әдейі жіберген. 1996 жылдың қарашасында Уэйн Гривиттің қызысынан шамамен бір ай бұрын екі ер адам Экстондағы пошта бөліміне барып, Гривиттердің жаңа мекенжайын сұрайды. Маусым айында Гривиттер Экстоннан Муффатқа көшіп кеткен еді. Куәгерлердің мәліметтері бойынша полиция бұл адамдардың фотороботтарын жасап жариялады, бірақ қазіргі уақытқа дейін олардың кім екені анықталмаған. Тергеу барысында тағы бір адам Эд Галек назарға ілінді. Эд Уэйн бұрын жұмыс істеген компанияның иесі. Эд демалысқа кеткен кезде Уэйнді фирмаға жауапты етіп қалдыратын. Алайда Эдтің айтуынша Уэйн компания қызметкерлерімен дөрекі қарым-қатынаста болыпты. Бұл кейбір қызметкерлердің жұмыстан өз еркімен кетуіне әкелген. Бұдан бөлек, бір кездері Уэйннің әйелі Дайан да осы компанияда жұмыс істепті. Эдтің айтуынша, Уэйн бір кездері одан ақша ұрлай бастайды, әрі есірткіге тәуелді болып, оның жанында оғаш мінез көрсетеді. Бұл 3 жыл бұрын екеуінің жанжалдасуына себеп болған. Эдтің айтуынша, жұмыстан шығып кеткеннен кейін де Уэйннің бұл әдеті өзгермеген, және бұл оның біреудің нысанасына айналуына себеп болуы мүмкін. Бірақ бұл айыптаулардың қайсысы шындық, ал қайсысы жалған екені белгісіз. Уэйннің өмірі мен отбасы туралы ақпараттың аздығы оның өлтірілуінің себептерін болжауды күрделі етеді. Егер Уэйн шынымен де табиғи су құю бизнесін бастамақ болса, бұл біреудің өз бизнесіне қауіп беретінде қабылдануы мүмкін. Бүгінгі күні бөтелкедегі судың танымалдылығын ескерсек, Уэйн мен оның отбасы үлкен табысқа кенелуі ықтимал еді. Алайда осындай күрделі әрі зұлымдықпен жоспарланған кек алу әдісі Уэйнге қарсы жүрегінде ұзақ уақыт өкпесі бар адамның ісі болуы әбден мүмкін. Егер бұл адам Уэйнді жазалауды көздесе, бомбаны кім қосатыны оған маңызды болмауы мүмкін. Себебі фонарды кез келген отбасы мүшесі, ұлы, қызы немесе әйелі қосуы ықтимал еді. Мүмкін қылмыскер Уэйннің бір отбасы мүшесін өлтіру арқылы оны азаптағысы келген шығар. Дегенмен хат Уэйннің атына тікелей жазылғанын ескерсек, қаскүнемнің мақсаты Уэйннің өзіне қастандық жасау болғаны анық көрінеді. Егер бомба Уэйн Гривитті немесе оның отбасындағы біреуді өлтірмеген күннің өзінде, оның өмірі қатты өзгерер еді. Өміріне біреудің қастандық жасағысы келгенін білген соң, қалыпты өмір сүруі екіталай. Бір уақытта Уэйннің әйелі жарылыстан бірнеше апта бұрын алған құпия телефон қоңырауы туралы еске түсірді.
Қоңырау шалған адам өзін американдық телекомпанияның өкілі ретінде таныстырып, оған бірнеше фильм ұтып алғанын айтып, мекен-жайын растауды сұраған. Біраз уақыттан кейін Уэйннің ұлы Джастинге тағы біреу қоңырау шалып, өз мекен-жайын растауын өтінген. Бұл жолы қоңырау шалған өзін жүк көлігінің жүргізушісі ретінде таныстырып, Джастинге тегін көйлектер жібергісі келетінін айтқан. Көріп тұрғандарыңыздай, қылмыскер өз-өзін жасыру үшін барлығын мұқият ойластырған. Штрих-кодты қырқып тастап, бөтелке қорабындағы өнім нөмірін өшіруі, хатты қолмен емес машинкада басып шығаруы, бұлардың бәрі оның әдейі жасаған әрекеттері екені анық. Айта кету керек, бұл оқиға 1996 жылы болғандықтан, қылмыстарды ашу үшін қазіргі заманға әдіс-тәсілдер жоқ еді. 2012 жылдың жазында ақш-тың Феникс қаласының тұрғындары мен полициясы бір қатар жарылыстардан кейін дүрлігіп, үрейлене бастады. Бұл жарылыстар сауда орталықтарында және қаланың түрлі жерлерінде адамдардың қолына түскен фонариктерде жасырылған жарылғыш заттар арқылы орын алған. Алғашқы фонарды кездейсоқ жүргінші пальманың түбінен тауып алған. Оны қосуға тырысқан кезде шам жарылып, үлкен шу тудырды. Келесі күні тағы бір адам шамды арықтың ішінен тауып алып, қосуға талпынғанда жарылыс болып 2 адам жараланды. Кейінірек 3-ші фонарик қаланың орталығында жарылды. Ол кезде қызметкер қайырымдылыққа берілген заттарды сұрыптап жатып, фонарды қосып көрмекші болған. Нәтижесінде жарылыс орын алып, қасындағы әріптесі екеуі жеңіл жарақат алды. Оқиғалар қайталана бергеннен кейін билік қаланың бірнеше аймағына 22 ақпараттық билборд орнатып, тұрғындарды табылған фонарларды алмауға және оларға тиіспеуге шақырып, қауіп туралы ескерту жасады. Полиция болжамы бойынша 3 жарылысты да бірдей адам немесе бірдей адамдар тобы ұйымдастырған. Өйткені жарылған фонарлардың құрылымы мен жарылғыш заттары бірдей. Алайда осы жарылыстарға жауапты адамның кім екенін анықтау мүмкін болмады. Кейбір адамдар бұл оқиғаларды Уэйн Гривиттің өлімімен байланыстырып, Канададан шыққан қылмыскердің Уэйнді өлтіргеннен кейін ақш-қа қашып кеткен болуы мүмкін деп болжауда. Бүгінгі күні Уэйн Гривиттің өлімінен 26 жыл өтті. Полиция мен ФБР тарапынан жасалған барлық әрекеттерге қарамастан, бұл іс әлі де ашылмай, жабулы күйінде қалып отыр. Осымен достар, видеомыз аяқталды. Видеоны әрине лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер, және де комментке 5 немесе одан да көп сөзден тұратын коммент жазып кетсеңіздер екен дейміз. Өйткені бұл арнамыздың дамуына көмектеседі. Ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.